Assalamu alaikum, rahmetullah ve berekatuh. Шығыс Түркістандағы барша мұсылман қауымның көріп жатқан тауқыметтеріне Алла өз рахымын берсін. Қайтыс болғандарына иман, тірілеріне береке берсін. Я Аллах, олардың ауыртпалығын жеңілдете көр. Қадірлі қандастарым, біз өте ауыр күндерді, өте қасіретті күндерді бастан өткізіп жатырмыз. Біз не үшін осындай күйге түстік? Не үшін? Бізді кім осындай күйге түсіргенін біз әлі білмейміз. Бізді кім осы күнге түсіріп қойды? Бізді айдың күннің аманында кім зар еңіретіп екі мемлекетке бөліп, зар жылатып қойды? Кім? Біз білмейміз. Осының себебін білмейміз. Ойлана алмаймыз. Ойлануға сәуиемізде жетпейді. Біз осындай күйдегі халық болып қалдық қазір. Жауыңның кім, дұшпаныңның кім екенін білмей отырсың. Сенің дұшпаның Қытайдың билігі, Қытайдың тәп қазіргі билігі. Бұл 1949 жылы Шығыс Түркістанға кіргеннен бері сол жердегі барша халық не жақсылық көрді осы Қытайдан, осы Қытай билігінен? Қыру, өлтіру, жою, арандату, бірін-біріне айдап салу, надандастыру халықты. Осыдан басқа не жақсылық көрді? Не жақсылық? Өн бойыңда бар құндылығыңнан, ұлттық рухыңнан, адами сезіміңнен бәрінен айырып болды ғой. Біз қазір күйіміздің нашарлаған сонша басқа бір мемлекетте отырып, сол Қытайдан зәреміз ұшып отыр. Не деген бейшаралық бұл? Ана жерде түрмелерде жатыр адамдар. Нақақтан нақақ, ешқандай қылмысы жоқ. Ешқандай бапта жазылмаған оның қылмысы. Сол байқұс өзінің ақ екенін айтып өлгісі келеді. Бірақ айта алмайды. Ақ екенін бүкіл дүниеге жариялағысы келеді. Айта алмайды. О да айтатын шарт жағдай жоқ. Оны кім айтады? Ол сол жердегі адамдарды айта алмайды оны. Оны тек қана осы Қазақстандағы адамдар ғана айта алады. Қазақстандағы туыстары ғана айта алады. Оның ақ екенін, оның кінәсіз екенін, оның кінәсіз өлтірілгендігін, нақақтан нақақ өлтірілгенін, қылмыссыз өлтірілгендігін, қылмыссыз түрмеде жатқандығын, қылмыссыз саяси үйренуде жатқандығын, қылмыссыз паспорты тартып алынғандығын кім айтады? Кім? Қазақстандағы туысы ғана айтады. Айту керек. Әділетсіздікке ұшыраған кезде мен әділетсіздікке ұшырадым деп айта алмасаң, сенің әділетсіздікке ұшырағаныңды кім біледі? Мына дүние бейхабар жата береді. Сен айтуың керек. Қытайда кім әділетсіздікке ұшырады, соны айтуың керек. Білген адамыңның бәрін айтуың керек. Туысың болмаса да айтуың керек. Танысың болса да, бұрынғы көршің болса да айта беріңдер, бәрін айтыңдар. Кім, не үшін ұсталып жатыр о жерде? Оған қандай кінә тақты? Кім өлтірілді? Кім түрмеде жатыр? Кім саяси үйренуде жатыр? Кімнің паспорт тартып алынып, бір семья екі мемлекетке бөлініп зар илеп жүр? Айтыңдар. Айтпаса күнә болады. Жауыздың қылмысын жасыру жауыздықпен тең қылмыс. Бәрібір қылмыс. Жауыздық істедің не, жауыздық істеген адамды жасырдың не, ол бәрібір.
бүкіл қазақ осындай наубетке қалғанда, бүкіл қазақ осы қасіретті күйге түскенде менің 5 тал туысым аман қалады деп ойлағаның ақымақтың ақымақтығы ол. Бірде бір қазақ аман қалмайды бұдан. 50 жыл бойы Қытайдың көтіне кіргендер де аман қалмайды. Бәрі аман қалмайды. Оның басы аты тірі жүргенменен оның жаны әлде қашан алынып болынған Қытай жағынан. Рухы өшіп болған. Рухы өшкен құры дененің не керегі бар? Бойында рух болмаса, сен өлі адамменен не парқың бар? Тірі жүргенің кімге сеп, кімге сән? Сенің тірі жүргенің. Әділетсіздікті айта алмасаң, біреу нақақтан нақақ күйіп жатса, сен оны айтпасаң, жасырсаң, жапсаң, сен де қылмыскерсің. Сен де жауызсың. Айтуың керек. Бүкіл әлем білсін. Онсыз да біліп жатыр, айғайлап жатыр. Біздің зарымызды, мұңымызды ағылшындар айтып жатыр. Шетелдегі демократ Қытайлар айтып жатыр. Немістер айтып жатыр. Ұйғырлар айтып жатыр. Қазақ үнсіз отыр. Неге айтпайсың? Мына бүкіл айдай әлемге біз жария етуіміз керек қой. Анау түрмеде жатқан бір адамның тағдыры ол нақақ өлетін болды ғой. Соның нақақ екенін айтсақ, ол адамның алдында аз болса да біз бір міндетімізді орындаған, бетіміз жарық болмаушы ма еді? Пәленбай деген адам Қытайдың түрмесінде нақақ жатыр деп неге айтпаймыз біз? Білетін адамдар. Ол сенің туысың ғой. Ол аманат қой. Анау Қытайдағы қазақтың қал, мұңын, жағдайын осы Қазақстандағы қазақ айтпаса, басқа кім айтады? Кім айтады? Сонда біз кімге сенеміз? Бәріміз қорқысақ, бәріміз үйден шықпай жата берсек, ойбай, қазақтар жарылқап жатыр екен демей ма? Қытай жарылқап жатыр ма? Жоқ, жарылқайды деп сенесіңдер ма? Қытай билігінен өлсең де жақсылық келмейді. Қытай билігінен жақсылық кесе, мен мұрнымды емес, басымды кесіп берем. Қытай билігінен тырнақтың үшіндей қазаққа жақсылық кесе, менің ғана басым кетсе, мен рызамын. Кесіп берем басымды. Өз қолыммен кесіп апарып берем. Қазаққа жақсылық келмейді. Мүмкін емес. Ешқандай қазақ Қытайдан жақсылық көрмейді. Қытайдан жақсылық келеді деген адам өзі қазақтың қас жауы. Қытайдан жақсылық күтіп отыру надандықтың надандығы, ақымақтықтың ақымақтығы. Осы Қытайдың жамандығын Қытайдан көрмей, жарқын жетіден көріп жүрген қаншама надан қазақ бар. Жарқын жетіден көреді. Ана қазақтарды ұстап алғандығын. Сонда осы зұлымдықты жарқын жеті жүргізіп отыр ма? Жарқын жеті не деді саған? Сақтан деді. Қытайдан сақтан, Қазақстанға көш. Күні ертең екі мемлекеттің ортасында Қытай ары бері өткізбей қойған кезде мұрныңнан маңқаң, көзіңнен жасың ағып отырасың, деді. Айтқаны келді ма? Келмеді ма? Айтқаны келді. Ал енді сол ақылды неге тыңдамайсың? Жарқын жетінің ақылын тыңдағандар жаман болды ма? Қазақстанға келіп алды. Тыңдамаған ел қайтты. Телефонда біріне бір тарқатып қойып, мынау бүйтіп айтыпты деп, жарқын жетіні жамандап қойып, сөйтіп жүрді. Ал Қытайда қалсаң, көретін күнің не болатынын саған айтты. Ел аман, жұрт тынышты айтты. Ненің күнін көретініңді. Ал тілді алмадың, енді не болдың?
Енді және саған ескертіп отырса, сені мына тәуелсіз мемлекетіңе кетуге үгіттеп отырса, және сол жарқын жеті жаман ба? Осы болатын саяси жағдайларды надан халыққа көзін ашу үшін басын бәйгеге тігіп, сондай жауыз өкіметтен қорықпай, осы үгіт насихат жасаған жарқын жеті және қазақтың дұшпаны бола ма? Ол қазақтың батыры, білесіңдер. Күндердің күнінде білесіңдер. Батырға тарих өзі береді бағасын. Ол қазақтың батыры. Қазақты сақтандырды. Аманыңда, басың бүтінінде Қазақстанға барып ал деді. Сен не істедің? Сен жүрдің. Үйім сатылсын. Ойбай, қызметім бар. Құдайдың құлағын ұстағандай боп, өкімет бір қызмет бергенге, штат бергенге. Жүрдің соны. Мал қуып, дүние қоңыздың соңынан. Сол жерде қалған адам соны Қытай жақсы деді ма? Біріңнен кейін біріңді апарып тығып жатыр түрмеге. Қытайға өліп бер, жақсы болмайсың. Артына кіріп кет, жақсы болмайсың. Мүмкін емес. Сен бүкілдей жойылып, ұрпағыңмен Қытаймын деген кезде, сол кезде барып, сен Қытай боласың. Одан ары қарай сол Қытай не күнді көрсе, сол күнді көресің. Ол кезде қазақ деген халық жоқ болады. Осы қарқынменен Қытайдың коммунистік жүйесі аман тұрса, Қытайда бірде бір қазақ қалмайды. Бәрі жойылады. Бәрі қазақ деген ұмытады. Қытай болады. Бір қазақ, жалғыз қазақта қалмайды. Бітеді, шаруаң сол. Ал енді оны бітірмеу үшін қазіргі саяси жағдайларды дұрыс пайымдап, ана жердегі қазақтың мұңын, қазаққа жасалып жатқан қиянатты айдай әлемге жеткізу біздің борышымыз. Сен үндемей қалғанда сенің бес-тал туысың аман қалмайды. Ол саған туыс емес, ол Қытай болып аман қалады, аман қалса. Не Қытай қып барып, өзіңе қайта жау қылып, өзімізге салады. Ол бізге жау болып шығады. Енді бір 30 жыл байланысымыз дүзіп, осылай өткізетін болса, оның бәрі бізге жау, біздің өзімізге қайтадан сап қояды. Қазақстандағы қазақты, Қазақстандағы Қытайдан келген қазақты екіге жіктеп, бір-біріне жау қып салып отырған Қытай, өзінің қол астында дайын тұрған қазақты әкеп салмай ма? Айдап әкеп өзіңе жау қып салады. Алла ол күннің бетін арғысын. Қытайдың коммунистік жүйесі 30 жыл аман тұратын болса, ісің бітті деген сөз. Ана қазақ емес, Қазақстанда қазақ қалуы нағайбыл. Сол үшін біз мына әлемнің алдындағы бір ұлттық борышымызды адағылайық, ағайын. Бауырларымызды, білетіндеріңізді шетінен бірде бір адам болса да аманатқа қиянат жасамай жариялап отырыңыздар, айтыңыздар. Ол жақта болып жатқан жағдайларды айтыңыздар, айдай әлем естісін. Барып келгендер, ол жақтағы түрмеде жатқан адамдарды білетіндер, аты жөнін, фамилиясын, нақақтан нақақ кеткендігін, оған қандай кінә таққандығын, өлген адамдардың қандай жағдайда өлгендігін білетіндеріңнің барлығын айтыңдар, жариялаңдар. Айналайын, қазағым, Қытайдан жақсылық күтпей, қазаққа жақсылық келсе, қазақтан ғана келеді. Қытайдан жақсылық келмейді. Енді Қытайдан мына күнге келгенде Қытайдан жақсылық күтіп, күн жақсы болып қалса, менің о жердегі бес туысым аман болады дегенің ақымақтың ақымақтығы. Аман қамайды. Бірде бір қазақ аман қамайды. Аузың жаман екен деме. Сол үшін әрбір қылмысын Қытайдың айдай әлемге жариялап отыруымыз керек. Білсін.
Біз істей алмаған жұмысты ертең ұрпақ істейді. Ұрпаққа айтып отыруымыз керек. Ұрпақ тәрбиелеп жетістіруіміз керек. Қытайменен тең тұра алатын. Біз мына өңкей қорқып қалған ұрпақ, келесі ұрпақ, қорқпайтын ұрпақ дүниеге әкелуіміз керек. Қорқпайтын ұрпақ тәрбиелеп жетілдіруіміз керек. Дұшпанның кім екендігін түсіндіруіміз керек. Мынау тәуелсіздіктен кейін ешбір ұлттың езгісін көрмеген ұрпақ, Қытайменен тең тұрып сөйлесе алатын ұрпақ дүниеге келгенде бұраудың да сұрауы болады. Сол үшін барлығын жариялап отырыңыздар, білетіндеріңізді.